Баха, қош келдің. Бүгін біздің үшінші бөлім подкастымыз. Бүгін сенімен мен Эфиопия мемлекет туралы әңгіме қозғаған кеп тұр. Соның ішіндегі сан түрлі тайпалар бар. Сол тайпалардың салт дәстүрі, тұрмыс тіршілігі туралы әңгіме қозғаған кеп тұр. Құрметті көрермен, арнама қош келдіңіздер. Бұл Жолдас подкасты. Бүгін студиямызда ерекше қонақ. Менің досым, саяхаттағы жолдасым, 70-тен астам елді аралап, сан түрлі мәдениетті көзмен көрген нағыз саяхатшы Бахадыр Расулов. Осы шығарылымда және алдағы подкасттарда Бахадырдың жеке мұрағатындағы эксклюзив видеоларды пайдаланып, сіздермен бірге Африка құрлығын аралаймыз. Оның әңгімелері мен кадрлар арқылы сіз бұрын соңды естімеген, көрмеген Африканы танып білетін боласыз. Енді осы подкасттың астында адамдар жақсы қызықты комментарий жазса, біз оларға қандай сыйлық сізден бере аламыз? Мысалға, Эфиопиядан келген бір зат бар ма? Немесе бір өзіңе ұнаған таңдайсың да, маған осы комментарий ұнады, мен сол кісіге сол өзінің бір подаркымды берем деген ой бар ма, жоқ па? Бар. Мен негізі әр мемлекеттен келген кезде өзіммен бірге бірдеңе алып келем. Ұнайтын зат алып келем. Көбінесе мен маска алып келем. Керемет маскаларым бар. Сол бір масканың бір әдемісін таңдап берейін. Aviasales KZ. Арзан ұшақ билеттерін іздеп сатып алу. Гуглда Эфиопия Африканың шығысында, тау асулар мен шөлейт даланың тоғысқан жерінде орналасқан ежелгі ел дейді. 20 ғасырдың басында Италия басқыншылығына төтеп беріп, тәуелсіздігін сақтап қалды. 1974-91 жылдар аралығында социалистік режим, содан кейін федералдық республикалық құрылысы орнықты. Ресми амхар тілі, одан бөлек 80-нан астам аса этникалық топ бар, және 90-нан астам тіл бар. Оның ішінде Рома, Тиграй, Сомалиге секілді, ал діні ол христиан діні. Африка елдерін ең бірінші болып христиан дінін қабылдаған мемлекет. Әдет ғұрпы туралы айтып кететін болсақ, ежелгі музыка мен бир деп аталатын дәстүрлі кофе рәсімі бар екен. Тағы Эфиопия туралы не қоса аласың? Саған сұрақ қояйын. Мысалға Африка деген кезде бар ғой. Сен ойыңа бірінші не келеді? Мен Африка мемлекеттерінде болған жоқпын, бірақ та менің ойлауым бойынша ол жақта National Geographic'тен көрсететін документальный киноларды көресің ғой. Су жоқ, эболамен ауырады, каннибализм, және кедейлік, лас, арыстандар жүгіріп жүреді, пілдер, сонан жұрты бүйтіп қашып жүретін маған сөйтіп енді елестетіледі менде сондай. Бірақ мен сен кішкентай қосып жіберейін. Негізі Африканың елдерінің көбісін өте дамыған. Астаналарына баратын болсаң, кәдімгі биік үйлер, адамдар жақсы тұрады. Мысалға ютубта, инстаграмда, тиктокта әртүрлі видеолар жүріп жүр ғой. Уганданың адамдар қалай выпускнойды өткізіп жатқан, мектеп бітірген, университетті бітірген кезде қандай әдемі вертолеттармен бәрі ол бар. Бірақ жаңағы National Geographic дейсің ғой, олар көбісі неге барады да? Андай алыс кіріп кетеді да мемлекеттің ішіне, тайпалар жаққа. Ол тайпалар примерно бір 5-10% сол мемлекеттің ішінде. Олар өте алыс тұрады. Қаладан алыстау, өздерінің мәдениетін сақтап қалған кішкене. Бірақ жыл сайын жаңағы сол тайпаларды, қалалар өсіп жатыр, тайпалар қашып жатыр ары қарай. Болмаса жаңағы үлкен цивилизация дейміз ғой. Сол цивилизация кәдімгі жеп қойып жатыр оларды. Бірақ біз баратын жерлер, National Geographic баратын жер, біз өзіміз баратын жерлердің бәрі ол өте алыс. Астанадан біз мысалға Эфиопия айтып отырық қой. Эфиопия үлкен мемлекет, кәдімгі дамыған, көп жерлерде интернет жақсы, 5G, 5G интернет, тамақтары бар, суда бар, бәрі бар. Бірақ тайпа деген кезде мысалға біз өте алыс ұшамыз. Астанадан примерно мысалға қанша бір 2 сағаттай ары қарай оңтүстікке ұшып, одан кейін ұлттық парктер бар. Саяхаттар соларға кіріп, машинамен 12-15 сағат жол жоқ жермен жүріп, сорт іздейміз да. Сол
жаңағы мен айтып отқаным көптеген жаңағы National Geographicтер олар сол ғана жерді көрсетеді да, содан кейін адамдардан Африка туралы сұрасаң, сол жаңағы ойындарына бірінші рет жаңағы ақшасы жоқ, кедей, су жоқ деген ойға сразу сол келеді да. Ал мен айтқандай астанасына баратын болсаң, кәдімгідей күшті отельдер бар, қонақ үйлер бар, бассейн бар, самолет бар, вертолет бар, ұшақтар бәрі бар. Ал біз жаңағы бізге көрсетіп отқан сурет ол кішкене басқа Африка деп айтатын болды. Сол біз мысалы саяхаттаған кезде әрине астанасына барамыз, бірақ маған астанасы қызық емес. Кейін анау кәдімгі біздің қала сияқты да. Не көресің ол жерде? Ештеңе жоқ. Қызықтың бәрі астананың ар жағында. Содан кейін соны көрсеткен кезде адамдар айтады, ойбай дейді да, бұлар қалай жабайы тұрады екен ғой дейді да. Жоқ, олай емес. Астанасында жақсы тұрады, бәрі керемет, сондай. Енді сол цивилизациясы жоқ тайпалар туралы бүгін әңгімелескім келіп тұр сенімен. Эфиопияда сен көптеген тайпаларда болдың. Соның маған қызығы ол Сури мен Мурси тайпалары. Өйткені бұлар ең қалай айтса болады, ең жабық тайпалардың бірі болып саналады. Және олардың әдет ғұрпы қызық, өйткені әйелдері еріндерін кесіп үлкен табақ тәрелке салады. Ер адамдары болса бір-бірін таяқтармен бір-бірін ұрып соғатыны бар, мен көргем сенің стористарынан, сенің посттарынан. Одан бөлек өздерінің денелерін олар ою өрнек болып денесін бүйтіп бізде мысалға адамдар татуировка салатын болса, ол жерде олар кәдімгідей шрам қалдырады екен. Сол туралы сенен білейін деп едім. Сол Сури мен Мурси тайпа туралы айтып берсең бізге, маған және біздің көрермендерге. Сен ең қызық тайпаны таңдапсың ғой бірінші. Ең қызық екі тайпа. Негізі ол тайпалар туыс бір-біріне. Жаңа бір-бірінің қасында тұрады да. Анау сияқты ғой біздің мысалға орта жүздің Найманы мен мысалға Қыпшағы сияқты ма? Жоқ, Найман мен Керей сияқты. Мүмкін, солай деп айтсақ болады. Ол туыс. Бір-біріне туыс, бір-біріне. Бірақ бір-бірімен тұрмайды бір жерде. Әрқайсының өзінің тұратын жері бар. Мысалға Мурсидің көбісі Сури Сурма дейді тағыны. Олар көбінесе таулы аймақта тұрады да, үстінде. А Мурси кішкене астында тұрады. Мурси қалаға жақын болғандықтан оларды цивилизация жеп қойып жатыр да. Бірінші болып солар жеп жатыр. Кәдімгі мысалға ауылдарына баратын болсаң, олар ой туристер келді деп кәдімгідей жүгіріп біздерге ана тарелкасын сатады, ананы сатады, табақ бар ғой, соны сатып ақша күн көреді да. Ал Суриге баратын болсаң, олар кішкене жабықтау. Өйткені ол жерге адам бармайды. Мысалға Мурсидің ауылынан Сурманың ауылына, Суридің ауылына баратын болсаң, біз 12 сағат жүрдік. Жол жоқ. Астанасынан ба? Жоқ, ауылдарынан. Сол Сури мен Мурсия екеуінің жолы 12 сағат. Машинамен барған кезде 12 сағат. Бұлай жүретін болсаң, кәдімгі таулы аймақ көп уақыт алып кетеді. Біз кәдімгі алыстырады. Бұлай қарасаң, негізі түзу сызатын болсаң, бұлай көресің, жақын болып көрінеді, бірақ таулы аймақ болғандықтан сен түзу шыға алмайсың. Сен бұлай бұрылып жолдармен шығасың. Сосын жолдардың бәрі андай түзу емес та. Қиналып біз 12 сағаттай жүрдік қой. Тағы жаңбыр болып кетті. Машинамыз батып, машинаны итеріп, әйтеуір шығарып алдық машинаны. Қызықтың бәрі сол үстінде екен. Үстінде негізі өзінің ауылы бар, әдемі ауылы бар. Сол ауылдарында көптеген нәрселер жасайды. Көбінесе олар жұмысы жоқ. Жүреді сол ауылда ары бері. Біздің ауылдың братандары сияқты ма? Жоғар жағында Сури, астында Мурси. Және мен көргенім, бір байқағаным, интернет желісіндегі фотоларда Мурси тайпаларының адамдары бәрі калашникпен автоматтармен жүреді. Ол шын ба? Шын. Көптеген Эфиопияның тайпаларында автоматтар бар, еркектерінде. Қазір ол автомат кезінде ататын автомат болған. Өйткені бір-бірін қорғап, малды қорғайды, өздерін қорғайды, малдарын ұрлап кетпеу үшін жаңағы жүреді автоматпен. Ол автомат негізі
оңтүстік суданнан келген да. Оңтүстік суданда үлкен соғыс болған, азаматтық соғыс. Сол соғыстан қалған қарудың бәрі, автомат бар, ішінде анау бар, соның бәрі жай Эфиопия жаққа көшкен да. Өйткені ана жақта ұрыс жоқ, ақша керек, сол қаруды сатады. Аналар жаңағы келген адамдардан тапқан, сатқан нәрселерден ақша алып, сол ақша жинап, одан кейін барып автоматты алады. Көбінесе былай көшемен жүретін болсаң, көшелермен, жолдармен жүретін болсаң, кәдімгідей көшеде жаңағы автоматпен жүреді. Ол істесе де, істемесе де алып жүре береді. Мен біреуінен қолдан алып көрдім, атпайды да, ішінде оғы да жоқ. Әшейін андай біздің кезінде қылыш алып жүретін еді ғой. Қазір қылыштың орнына олар жаңа автоматты алып жүреді да. Ол атпайды да. Бірақ бар. Сол әдемі болып көрінеді да соларға. Күшті болып. Сосын Голливуд фильмдерінде көрсететіндер сол балалар автоматпен жүреді, сол кішкене қорқынышты көрінеді ғой. Бірақ шынымен атпайтын автоматтар. Арасында ататын да бар, бірақ көбінесе атпайтын автоматтар. Сол енді мен сол бірінші бағанағы сұрағым, сол әйелдердің не үшін олар еріндерін кесіп табақ қояды? Өйткені қарасаң табақтардың размерлері әртүрлі. Кішісі де бар, үлкені де бар. Оның 4-3-і де бар. Біз көбінесе көретініміз домалақта, бірақ 4-3 бұрышты жаңа тарелкасы де бар. Ол негізі біз сұрадық қой, алдағы үлкен кісілерден сұрағанбыз, не үшін олар тағып жүреді? Нақты жауабы жоқ. Бірақ беріп атқан екі жауабы, бұл бірінші сәндік эталоны деп айтады. Әйел сол табақты киіп жүрген болса, мықты және әдемі қыз болып саналады екен, әйел болып саналады екен. Ал екінші версиясы деп айтсақ болады, ол кезінде отарлық кезінде көптеген мемлекеттер келіп Эфиопияны отар қылайын деген кезде жаңа әдемі әйелдерін алып кетпес үшін еріндерін тесіп, табақтарын салып, онша емес қылып қойған екен да. Солай өздерінің әйелдерін сақтап қалған екен. Бірақ қайсы жауабы шын екен ешкім айта алмайды. Әр қайсына келіп сұрайтын болсаң, әр қайсысы әртүрлі жауап береді. Бірақ не көріп отырық біз? Біз осы мен мысалға бір рет бардым ғой, жаңағы Суриге да, бірақ менің жолдастарым жыл сайын барып тұрады екен. Жыл сайын барып тұрған кезде жаңағы табақ киетін әйелдер азайып отыр. Өйткені жастар түсініп отыр да, оның қажеті жоқ дегендей. Сол үшін көбінесе қартайған 50-ден асқан кісілер. Көбінесе сондай әйелдер, болмаса 30-дан асқан, 35-ден асқан әйелдер киіп жүреді екен. Жас қыздар кимейді. Жас қыздар көбінесе құлақтарын тесіп, құлақтарына табақ салады. Оларда ол табақты негізі кішкентай кезінен салады екен. Кішкентай деген қай? 14-12 жасқа келген кезде ме? Немесе ондай жас кезден бастап? 7-6. Біздің қыздарға андай сырға жасаған кескен кезде сол жаста. Бірінші табақтың орнына табақ тесік кішкентай болады. Кішкентай табақ салады. Кішкентай осындай салып. Сосын үлкейте береді. Үлкейтіп, созылған кезде үлкен салады. Одан кейін анау созылғанда үлкен табақ салған кезде ана тісіңе тиеді екен да. Сол тіске тимеу үшін алдындағы 4-5 тісін алып тастайды екен. 6 тісін. Сындыра ма сонда? Сындырады, кәдімгі андай немен. Негізі кішкентай кезінен алып тастайды да ол тістерді. Бірінші 2 тісін алып тастайды. Кейін тағы 2 тісін алып тастайды. Ал табақ үлкен болатын болса, болмаса 4-3 болатын болса, 6 тіске дейін алып тастайды екен. Кейбіреу кезде ауыздарында тіс жоқ, кәдімгі жүре береді. Сонда ұлы деген сөз айта алмайды дейсің ғой? Ұлы деген айта алмайды екен. Еласыл дейді. Еласыл. Сол кезде олар сонда алдыңғы тістерін алып тастайды, анау табақ тимес үшін. Сосын менің интернет желісінде оқығаным, бұлардың неғұрлым табағы үлкен болса, соғұрлым қалыңмалы ондай да бар. Көп болады. Рас, ондай да бар. Мысалға сен көшеде жүріп, ана табағы әдемі деп өзіңе таңдап аласың, үйіне баратын болсаң, 2-3-4 сиыр бересің деп айтады екен. 2-3 аздау сияқты, 2-3 сиыр. Көбейеді әртүрлі ғой, жасына қарап, бойына қарап дегендей таңдап не алады ғой. Сол әйел адамдардың сосын ал қартайған кезде оларды алып тастайды ма, оны өлгенге дейін жүре ме сол? Несі бар ғой? Лебі дей ма? Лебі кәдімгі андай
құрғақ болып қалады да, Мм. ана қан жүрмей қалады да. Мгм. Қан жүрмегенде кәдімгі жыртылып кетеді екен. Мм. Біз көрген әйелдер көбінесе үлкен әйелдердің Мгм. аузы кәдімгі жыртылып кеткен несі жоқ, кәдімгі екіге бөлініп кеткен, салбырап жүр мына жерде. Мм. Уже болмайды табағы. Хищник. Иә, былай екі жағынан былай шығып тұрады. Иә, Фотоға түсірген шығарсың оны. негізі есімде жоқ, түсірген шығармын, оны көру керек. Айта алмаймын. Бірақ мен неден бір әйелге айттым, жаңағы табағыңды шығарып, қайтып киіп берші деп. Иә. Кәдімгі жаңағы өзінің мына жерде күнде жүрген кезде табағын алып тастайды екен. Мгм. Біреу келетін болса киіп алады да. Табағы мына жерде тығып қойған. Тығып, мына жерде ашып, кәдімгі мынаны тартып, кәдімгі кидіреді екен. Насыбай салғанда. Иә, киіп алып жүреді. Аха. Табақтар үлкен әйелдер кәдімгі салбырап жүреді ғой мына жерде. Табағын былай ұстап жүреді. Анау былай жүреді ғой кәдімгі. Сол үшін шешіп қояды екен кейбір кезде. Бір туысқандар келетін болса, біз орамал киіп алады ғой. Бұлар туысқанды көрген кезде Киіп алады да жүре береді. Болмаса қонақтар келген кезде, адамдар келген кезде соны киіп жүреді. Мгм. Еркектер мақтанады, міне менің әйелімнің табағы үлкен деп. Сондай. Кезінде оны 20 сиырға алғанмын деген дей ма? Кезінде 40 сиырға. Мен 100 сиырға алдым деп. Табақ өте әдемі болды. Өте қызық екен. Енді менің ойымша сол кезінде құлдық қалған кезде жасағандары сияқты. Мүмкін. Сосын тағы біреуін естігем, ол андай жын перілерді. Ондайда жын перілер жоламайды. Сенде табақ болса, жын перілер саған жоламайды дегенде. Ондай да версия бар. Жоқ деп айта алмаймын. Өйткені ешкім нағыз версияны бере алмайды, айта алмайды. Сондықтан мен де нақты жауабын бере алмаймын осы сұраққа. Енді әйелі тағы қосатын бар ма әйел адамдар туралы? Иә, олар шамдайды өздерін. Әйел адамдар, ер адамдар емес. Ер адамдар бар, көбінесе әйелдер. Өздерін бүйтіп пышақпен кәдімгідей. Пышақ дегенде былай ғой, ана акация деген тал бар ғой. Кезінде лезвие болмаған. Лезвие енді қазір шығып отыр ғой енді. Лезвие болмаған кезде акация талының инесі бар ғой. Сол инемен былай қырады екен. Сонда не үшін жасайды олар? Әдемі болсын деп. Әдемі, бірінші ол әдемілік, екінші ол әйелдің мықтылығы екен. Несін, терісін жыртатын болса, любой нәрсеге шыдайтын екен. Сонда неғұрлым жарасы үлкен болса, шырамы үлкен болса, қалың болса. Бір рет жыртады. Ол қалыңдығы жетпейтін болса, тағы бір рет жыртады. Солай жыртып жүре береді. Кейбір тайпаларда, мүмкін Суриде шығар, жаңа жыртылған жерге личинка бар ғой, құрт салады екен. Ана құрт ішінде шіріп, не алғады да, ысып кетеді екен. Былай дейміз ғой біз, бірақ оларға конечно, эболамен ауырады одан кейін. Ауырмағанда кім ауырады личинкаларды салса? Бірақ былай қарайтын болсаң, әдемі болып көрінеді да. Өте әдемі болып көрінеді. Бірақ істеген әдісі кішкене қорқынышты. Ал қазір жаңағы ненің тікен жаңағы инесі деп отыр ғой, жаңағы акация талының. Оның орнына лезвие алады. Өйткені қалалардың бәрі жақындап келе жатыр ғой. Цивилизация жақындап келе жатыр. Олар әрине цивилизацияға бар, ақшалар бар кішкене. Ананы ауыстырады, мынаны ауыстырады, сосын барып мен бидай алып келдім, мен сорго алып келдім, мен жүгері алып келдім, міне саған жүгері, маған лезвие бер деп айтады. Сол лезвиені береді. Қазір акацияның инесінің орнына лезвиемен kesеді. Кәдімгідей ана қан ағып, жаңағы жаман болып көрінеді. Оюсын бірінші салып алады, сыртынан жаңағы лезвиемен kesеді. Жаңа мен айтып отырмын ғой, қазір анау аузы уже лебін теспейді да, қазір көбісі. Қыздардың жасы жаңағы құлақ теседі. Құлақтарына кәдімгідей дәу табақ киіп жүреді. Ана біз айтамыз ғой, туннель деп жасайды ғой, құлақты тескен кезде. Соның туннельдің көкесі сол жерде. Кәдімгідей дәу сырға киіп жүреді. Менде негізі сондай бірнеше сырғасын алып келгем өзіммен. Әдемі, бірақ жолда келе жатып аңқаушылық болған ба, сондай салған жерімді дұрыстап салмаппын оны. Сындырып алу. Оны бөлініп кетті екіге. Суперклеймен клеп қоймадың ба? Анау лайдан жасалынған ғой. Оның бәрі лай.
көбісі ойлайды анау тарелка бар ғой жаңағы ауыр деп, ал онша ауыр емес, жеп жеңіл, жеп жеңіл, өйткені лайдан жасайды. Андай өзі жұмсақ, киіп алады да жүре береді. Ал әйелдер болса, сол мысалға өздерінің табақтарын сындырып алса, не істейсіз екен? Ондай жағдай болатын шығар енді. Болады. Оларда негізі бірнеше табағы бар өздерімен. Көбінесе жаңағы табақты сындырмауға тырысады да. Жамандарым шығар оларда. Иә, сындырып алса жаман ұрым, бірақ көбісі 2-3 табақ алып жүреді өзімен. Иә. Мынау қонаққа барсам, үйде болсам, суреттер бар әдемі. Олар кәдімгідей бояп жүреді оны. Ана біздің сырғалар әртүрлі форма болады ғой. А оларда пішін болады. Олар жаңа пішін домалақ қылып келтіріп, оны тағы отқа қояды ғой. Ана кішкене піссін деп қойып қояды жаңа. Сосын үстіне сурет салады. Түрлі жаңа охра бар, гүлдердің түстерін алып үстіне сызып, әдемі суреттер қылып салады. Ал қазір жаңағы цивилизация жақындап келе жатыр. Не отыр? Қытайдан көптеген краска келіп отыр. Бояғыштар. Сол бояғыштар сатып алады да, и бояды екен өздері. Әдемі суретті қылып. Сосын ою салады екен. Түрлі оюлар салып сатады екен. Сатады деген киеді екен. Сол қызық, әдемі оюлар өте күшті. Ал ер адамдарына келетін болсақ, менің естігенім бойынша ер адамдарды өздеріне шырамдар ою өрнек салады екен. Бірақ олардың ою өрнегіден қанша адам өлдірді, сонша өзіне шырам қою керек дейді. Сол рас қой. Иә. Кезінде ұрыс көп болған кезде тайпалар бір-бірімен қырылады. Сол ананы өлтірдім, мынаны өлтірдім деп шығады да, сосын әр өлген адамның санына жаңағы санына сәйкес жаңа шырамдау жасайды екен. Түрлі. Мен мынаны өлтірдім деп жаңа түрлі пішіндер қалдырып кетеді екен. Ал қазіргі заманда ұрыс деген аздау бар, бірақ аздау. Оның орнына олар не істейді? Оларда донга деген қалай айтсақ болады? Таяқ күресі, таяқ ұрысы деп айтады негізі. Сондай фестиваль бар. Фестиваль емес, міне бізде футбол ойнаймыз ғой, чемпионат болады ғой. Жылына сезон болады мысалы 4-5 ауыл 4 ауыл бір-бірімен келісіп бір күні шығып таяқпен төбелеседі екен. Ол жай ғана төбелес емес. Ол төбелес аямай ұрады. Ол төбелес еркектің көрсетеді екен. Қандай мысалға ауылда әр ауылдан 5-10 адамдан шығады екен да. Неге қарас? Масштабына қарап та. Мысалға 5 адамдан шығады, и бір-бірімен жаңағы таяқпен кәдімгідей бір-бірін сабап ұрады. Донгаға бірінші дайындық болады. Жаңағы төбелесетін қырылатын адамдар
өзенге барып жаңа үстіне лай жағады екен. Лай жағып, одан кейін әртүрлі пішіндер салады. Одан кейін төбелеске келген кезде ештеңе кимейді. Кәдімгі жалаңаш. Мына жерде негізі ештеңесі жоқ. Ана астынан ұрмаңдар дейтін шығар олар. Оларды астынан ұруға болмайтын шығар. Тек жоғары жақтан ұрады. Қазір Донгада негізі көптеген жаңа ережелер пайда болды. Енді ол кәдімгідей ұлттық ойын болып кетті. Қандай ереже? Кәдімгі адамдар талдың қабырғасынан, болмаса қалың ағаштарынан қорғайтын не жасайды? Қорғайды өздерін. Таяқтың былай қойып, оны қорғаныс деп айтсақ. Ұрған кезде қолға қатты тимесін деп. Сонда өздерін бүйтіп жабады. Өздерін жабады. Қолдар аяқтарына, одан кейін басына киетіндер бар. Сонда бұл жерде ең бастысы ол өздерінің мықты жігіттер өздерінің мықтылығын көрсетеді. Аяғында ұтыс, ол ауылдағы ең әдемі күшті қызды таңдау. Мақсаты сол екен ғой. Ең маңызды мақсаты аяғында чемпион болу. Чемпион болған адам ауылдағы кез келген өзіне ұнаған әдемі қызды таңдап. Өте қызық екен. Сонда ол жыл сайын қайталана ма? Олар негізі чемпионат сияқты ай сайын болып тұрады. Кейбір кездерде мысалы ауылдар дайын болса, әр апта жасайды. Болмаса әр 2 апта жасайды. Несі жоқ та? Нақты. Әдемі қыздар бітпейді екен ғой сонда. Қыздар көп. Өте әдемі қыздар көп. Сондықтан солай қыздар да өзі күтіп отырады ғой соны. Өздеріне қызық. Қарап отырады. Ойбай, ана күшті екен, мықты екен деп күтіп, мен таңдаса ғой деп өздері жүреді сәңделіп. Керемет. Сосын сол түп негізі сол әдемі әйелді қызды таңдау өзіне жар етіп. Сосын мысалға сен жаңағы ұрысқа қатыса алмайтын болсаң, саған бәрі әйел керек қой. Әкесіне барасың. Сури деген тайпа өте сиырларды жақсы көреді. Сиыры көп. Сиыр деген ол ақша. Өздеріне ақша. Андай бізде қағаз ақша беретін болса, олар сиырмен береді, қалың малды. Сосын келеді де, менің мына мысалға мен сіздің қызыңызды алғым келеді, сізге 5 сиыр берейін, 10 сиыр берейін деп айтады. Одан кейін ол айтады, жоқ, менің қызым 15 сиыр тұрады, 20 сиыр тұрады. Сол сиырын береді, одан кейін қызды алады. Қазір осы жаңа ережелер шығып жатыр, ол кредитке сиыр. Рассрочка дейді ғой? Рассрочка. Сондай бар. Мысалға сен қызды аласың, сенде 15 емес 10 сиырың бар. 10 сиырды қазір бересің, 5 сиырды кендеу бересің. Ол қыз кетіп қалатын болса, сиырдың бәрін қайтарып аласың. Ол жақта ондай бар ма? Бір үйленгеннен кейін қалмай ма? Жоқ. Кетіп қалуы мүмкін. Мысалға қыздарда кішкене еріншек болатын қыздарда бар. Түске дейін ұйықтағанды жақсы көретін. Сондай ұнамай қалатын болса, қу жерде екен да, жаңағы сиырлерін бәрін қайтарып алады. Өте қызықты. Сиырды олар тағы не істейді? Таңертең, мысалы біз кофе ішеміз ғой. Кофе ішіп оянамыз. Оларда кофе жоқ қой. Ол тайпаларда кофе жоқ. Сондықтан олар не істейді? Негізі кофе бар, бірақ андай біз оятатын кофе емес. Олар не істейді? Таңертең барып, сиырдың мойнынан атып, мына жерде тамыр бар, қан ағатын. Сол тамырға кішкентай садақпен атып, тесіп, қанды алып, қан ішеді екен. Нағыз қанышерлер екен ғой. Қанышерлер екен. Сол Сури тайпасы ма? Сурida, Мурсида көптеген Африканың тайпалары көбінесе қан ішеді. Не үшін ішеді? Өйткені олар ет жемейді. Сиырды айтып отырмын, ол сиыр ақша. Сиырды өлтіріп жеуге болмайды. Негізі болады, бірақ ақша болғандықтан оны не істейді? Западло дейді. Сол үшін олар не сүтін ішеді. Сүтін ішеді. Қанын ішеді. Сосын зәрін ішеді. Ол қоя бер, басқа тайпа. Ондай да бар негізі. Бірақ жаңағы мысалға сүтте ақуыз бар, белок. Ал қанда не бар? Қалай ойлайсың? Өзің қаныңды дәмін көрген кезде ненің? Темірдің дәмі. Темір. Өйткені еттен темір келеді. Ал ет жемегендіктен
темір толтыру керек. Мгм. Темір жетпейді. Сол үшін олар қан ішеді. Мгм. Өздері ішкен кезде қанды, ана біз кофені рахаттанып ішеміз ғой. Мгм. Ой, ояндық деп. Мгм. Олар жаңағы сүтті іше береді, бірақ қанды ішкен кезде қан ұйып қалады ғой тез. Сол үшін теседі, ағат, сразу ішіп жібереді. Түсіндің ба? Андай негізі жиіркеніп ішеді. Өздері жақтырмайды, бірақ ішу керек. От оянбайды. Оянбайды, Енді темір де керек. Иә, сондай. Өте қызықты енді мәлімет біліп жүреміз, біліп жүрейік. Сосын осы сури мен мурси тайпаларының айырмашылығы неде? Мысалға, мурси тайпасы болса, менің естуімше олар күлді денесіне жағады. Иә. Солардың қандай екеуінің қандай айырмашылығы? Олар екі бөлек тайпа ғой, бірақ туысқан тайпа болса да, бірақ екеуі өзінің бір артықшылықтары бар шығар. Көп емес. Көбінесе жаңағы киіну әдісі, бояну әдісі, сосын жаңағы жағу әдісі. Біреулер күл жағады, екіншілері лай жағады да. Бірақ қазір ол тайпалар мурси көбінесе жаңағы кезінде өте жабай тайпа болған, ал қалаға жақын тұрғандықтан жабайлығын жоғалтып алды да. Сондай. Былай қатты айырмашылығы жоқ. Қатты жоқ. Бірақ енді біреу астында тұрады, екіншісі үстінде тұрады. Қызықты екен. Тағы бір тайпа бар. Әйелдерін ұратын тайпа бар. Әйелдерін ұратын тайпа айтады ғой, енді ұрса жақсы көреді деген. Олар да сондай екен. Сондай екен. Енді әйел адамды ұру осуждаем. Дұрыс емес ол. Бірақ ол жақта әйелдерін ұрған деген оны қатты сыйлап, жақсы көрген білдіреді екен. Ол қандай тайпа? Сол тайпа туралы маған айтып берсең, біздің көрермендерге. Негізі екі тайпа бар. Бенна мен екіншісі қандай? Хамер. Хамер тайпа. Жаңадан білесің. Дайындалдық. Дайындалды. Бенна мен Хамер екеуі туыс тайпа. Оларда жігіттерді еркек қылу церемония деп айтайық, церемониясы бар. Бізде мысалға піштіреміз ғой. Оларда кішкене басқаша. Оны бұл раннинг деп айта ма? Сиырдың үстіне жүгіріп өту. Сиырдың үстіне жүгіріп өту. Не үшін? Жаңағы сиырлерді қатарына қойып қояды екен да, жаңа бала шешініп, жалаңаш жүгіріп өту керек. Үстінен жүгіріп өту керек. Жалаңаш жүгіреді. Жалаңаш. Түк жоқ. Жүгіріп өткен кезде өтетін болса еркексің. Құлайтын болсаң позор. Ауылға позор. Сөйтіп ол дайындалады. Дайындалады. Ал сол церемонияның алдында өзіне ұнаған әйел таңдап алса болады. Жүгірмей тұрып, иә? Жүгірмей тұрып. Өйткені ол еркек болатын біледі ғой, әйел деген. Қыз ба? Ол мен сенің әйелің болуым келеді деп бірнеше қыз келеді ауылдан. Содан кейін сол қыздардың әр қыздың қолында мынандай шыбық бар. И сол шыбықты қолына береді. Ұр деп. Ол ұратын болса, қыз ұнаған деп саналады екен. Кейбір кезде 3-4 қыз ұрып жібереді. Сосын 2-3-4 қыздың арасында өзіне бір жақсы ұнаған қыз таңдайды. Значит, андай ер адамдар, жігіт балалар ер болу үшін олар сиырлардың үстінен жүгіріп өту керек, ал ұнатқан әйелдердің арқасынан шыбықпен ұрады. Сонда адамдардың бүйтіп жүрсең, оларды үйде тұрған кезде де ұра бере ма? Көбінесе ұрмайды үйде тұрған кезде, бірақ таңдаған кезде ұрады. Көбінесе қыздар былай қарайсың ғой, қыздарды. Көп ұрылған қыздар да бар. Өтпей қалған деп ойды. Осуждай. Ондай мен келіспеймін, бірақ енді
көп ұрылғандар да бар, иә, көп ұрылғандары бар. Кәдімгі арқасын шешіп жүреді ғой. Иә. Кәдімгі мынандай сызықтарды көресің. Тағы аямай ұрады, қызарғанша, қан аққанша ұрады ғой. Көп ұрылып қойған сияқтысың, мен сені таңдамаймын деген сияқты. Иә, ондай да бар. Иә. Арасында анау үлкен әйелдер бар, күйеулерінен айырылып қалған, олар да ана жас жігіттерге Қырындайды. иә, келіп мен ұрш деп. Әйелдер бар ғой, кәдімгі бір шыбық емес, кәдімгі 10-15 шыбық алып келеді ғой өздерімен былай көтеріп, мен ұрш деп қолына береді ана. Сен көрдің оны. Иә, кәдімгі қолап артынан ұрып жүр ғой ананы. Енді иә. Енді сол жаңа жігітті дайындайды. Ауылдағы балдар отырғызып айтады, былай жүгір, бетін бояйды, қыздар келіп тиіседі, андай маған қараш деп. Дайын болған кезде, күн батар кезде сиырлерді былай қойып қояды деген да. И сиырдың үстінен жүгіріп өтетін болса, болды. сонда бір жақтан секіріп жүгіре ме, или жүгіріп кетпейді? Иә, жүгіріп келеді да, сиыр бірінші сиырге шығып кетеді да, сонымен түк деп әр сиырдың артынан басып өтеді да, сосын не қылады, түседі. Сен көзінше құлағандар болды ма? Болды. Сосын не? Бірақ екінші шанс беретіндер бар. Айтады, ойбай, ана сиырдың үсті май болып қалыпты деп. Сиырдың үстіне не жағады ғой? Гөң жағады, сосын андай не даты, лай жағады. Әдейі тайып кетпес үшін. Бірақ енді анау екінші рет жүгіргенде жүгіріп шықты. Жүгіріп шыққандар да бар. Иә. Жүгірмегендер де бар екінші рет. Өте. Енді кішкене бәрібір ол енді позор болып қалмасын деп сиырлердің санын азайтып жібереді. Иә, азайтып жібереді. Енді бірақ енді сен анау уже қыздардың көзінше позор болып қалдың ғой. Сол бағанағы айырмашылығы осында. Бағанағы екі тайпа мен осы тайпаның айырмашылығы осында. Олар сиырдың үстінен жүгіреді, ұрады. Екеуі де солай, бірақ несі басқаша. Киінгендері кішкене басқаша. Шаштары да басқаша шығар. Шаштары ұқсайды. Ал мойныға киетін бір не бар? Білезік сияқты. Сол басқаша да. Білезіктер бөлік. Иә, ол кейбір білезіктер темірден жасалады. Болмаса сиырдың терісін орап, былай мойнына кигізіп, былай қысып, байлап қояды екен. Ол біздің анау үйленген кезде қолымызға не киеміз ғой? Саусақтарымызға. Сол сияқты. Бірақ мойнына киеді. Күйеу мойнына киеді екен. Күйеу өлген кезде күйеуінің қасына шешіп, күйеуінің қасына қойып қояды екен. Болмаса киіп жүретіндер де бар. Оны әкесі жас кезден беріп қояды. Дұрыс қой, иә? Әкесі қызына жас кезінде андай жұмсағын береді да. Жаңағы бисерден жасалынғанын береді. Одан кейін күйеу келген кезде темірден болмаса жаңағы сиырдың несінен терісінен жасалып. Мысалы кетіп бара жатып көрсең, білезік тұрса, темір білезік тұрса, ол әйел күйеуі бар екен. Білезік болмаса қайтып кеткен. Иә. Белгісі. Ол тек басқа тайпанікі шығар, иә? Негізі негатон. Ол тайпада жоқ. Ол тайпада кішкене басқа білезіктер. Басқаша. Бірақ түп негізі бір, иә? Иә. Береді. Үйленгенде басқасын қояды, қайтқан кезде күйеуі қайтқан кезде шешіп қояды. Ниангатон деген тайпада сол білезіктің саны 100-ден асатын шығар. Бисерден жасайды. Мөте отырады. Былай салып қояды. Не үшін? Сонда ненің мағынасы? Әр бисердің бір өзінің мағынасы бар шығар, бір, екеу, үшеу деген. Біз ана қыздар әйелдерімізге не береміз ғой? 100 береміз ғой. Бір емес, бірнеше береміз ғой. Олар да сондай. Күйеу келіп, ой жаным деп біреуін тақып кетеді екен, екіншісін тақып кетеді екен. Папасы бергені бар, әкесі бар, атасы бергені бар, мамасы бергені бар. Соны киіп жүреді екен. Шешпейді. Солай жүре береді. Өлгенше жүре береді солай. Күйеу өлетін болса, күйеудікін шешіп тастайды, қалған тұра береді. Бірақ олар кішкентай кезінен бастап киеді. Бірінші біреу болады, сосын саны үлкейе береді. Өте қызық екен. Бірақ ол ниангатон, ол кішкене басқаша тайпа. Көбінесе сондай мағынамен береді. Мысалға анау жаңағы біз Хамер деген тайпа туралы кішкене айтып кетейін. Біз барған кезде той болған екен. Біз негізі тойының өзіне үлгере алмай қалдық, бірақ келінді көрдік. Ол келін қалай болады екен? Келінді үйге келін келді ғой. Келінді кәдімгі үйге
отырғызып қояды екен, қымылдатпай отырады кәдімгі үйде, сыртқа шықпайды. келіншегі. Иә, ешкім кірмейді күйеуінен басқа. Мына жерінде жеңшесі отырады қарап, ешкім кірмесін деп. Ана қыз кәдімгі үстіне май жағып алған, жылтырлап тұр. Ол май андай Жалаңаш. иә полный. Не деген ұятсыздарсыңдар сендер, соны қарап кірген. Сендерді кіргізбеді. Иә, біз сырттан көрдік. Ол отыр, бізге кішкене шықты, біз суретке түсіріп алдық. Бірақ ондай нәрсені әр жерде көре алмайсың. Мысалға сол тойдан келіншекті бізден басқа ешкім көрмеген сияқты. Бақытымызға орай. Иә, бақытымызға орай біз көрдік, қуандық, суретке түсіріп алдық. Жаңағы не үшін майды жағады? Ана майдың денеге сіңеді екен да. Сол әйелді қорғайды екен, ауырып қалмасын деп. Недің майы ол? Сиырдың? Аралас. Түрлі май, сосын охра бар. Түрлі нәрселерді араластырып. Біздің қойдың майы сияқты. Қойдың майы сияқты. Қойдың. Сосын ол не үшін ол үйде отырады ол әйел? Өйткені сол отырған негізі 2-3 ай отырады екен. Сол 2-3 айдың ішінде жақсылап семіріп, тамақ жеп, одан кейін бала алып келу үшін. Мықты болу керек екен. Сол үйде отырып дайындалады екен. Балаға шықпайды. Үйде отырады. Дәретке барады. Жаңағы дәретке барған кезде, не кезде? Күн батқан кезде адам жоқ болады айналада. Жай болмаса жеңшесі қалып тұрады, ешкім жоқ. Шығып дәрет істеп келеді да, қайтады. Қайтып отырады. Сонда мақсаты семіру. Біз мықты болу да. Масса жинау. Сол жинағаннан кейін болды. Дайын. Бала алып келуге солай. Ол сол бағанағы хамер тайпасы. Иә. Өте қызықты екен. Тағы бір сұрағым бар. Осы тайпалардың күні қалай өтеді? Таңертеңгісі сен болдың ғой, таңертеңгісінен кешке дейін оның күн тәртібі қандай олардың? Таңғы сағат 3-те тұра ма, 4-те тұра ма? Негізі ерте тұрады. Өйткені күн сағат 6-ларда тұрады, тік тұрады. Сол үшін таңертең ерте тұрып кетеді, жұмыс істеу керек. Олар бидай, жүгері, сосын сорга. Сорга дегеніміз, қазір айтамын сіздерге не екен. Сорга деген бар ғой? Не бар ғой? Сыпырғыш. Сыпыратыныз. Сол сорга негізі. Ана сыпырғыда анандай кішкентай ұрық көретін. Сол ұрық сорга деп аталады. Сол ұрықты алып, езіп, тамақ жасайды. Каша болады. Сосын не бар сомен жасайды. Сүт қосып таңғы асын жейді екен. Негізі ол күнмен жейді оны. Күнмен. Таңертең, күндіз, түнде кез келген уақытта соны жей береді. Одан кейін сол соргадан олар сыра жасайды. Еркектердің жұмысы сол. Күнімен талдың көлеңкесінің астында отырып сыра ішу. Сол соргадан сыра жасап, сорганы қайнатып, жақсылап езіп, одан кейін күннің астына қойып қояды екен. Одан кейін дайын болған кезде шешіп, алып тастап, суын ішеді екен. Ол кәдімгі пиво сияқты. Көрдің бе? Иә, сыра сияқты. Көрдім? Негізі олар фильтрден өткізеді. Өздерінің фильтрі бар. Өткізіп, тазартып, оны жерге көміп қояды. Салқын болсын. Салқын болғаннан кейін кешке, күндіз, түнде кез келген уақытта тұрып, соны ішеді екен. Оны бәрі ішеді. Кішкентай балдар да ішеді. Өйткені жаңағы алкоголь бар ғой, кішкене. Сол түрлі аурудан қорғайды екен. Сол малярия бар, анау бар, соны ішіп, кішкене өздерін сақтап қалады екен. Сосын әйелдер не? Сол жұмыс жасайды. Нан жабады. Егін бар, сол сорга, жүгері, егін егеді, одан кейін мал бағады. Иә, еркектер, жастар мал бағады, үлкендері. Аңшылық бар ма? Аңшылық деген қазір бәрін жеп қойған ғой өздері. Айналадан бәрін жеп қойған. Аңдар қашып жүр ғой. Көрінбейді. Біз барған жерде көбісі леопард бар ғой. Соның несі бар да? Андай плащ сияқты киіп алады да. Леопардтың жаңағы несін. Сол Эфиопияда.
сұраймын ғой, леопардтар қайда, көрінбейді ғой десем, бәрін жеп қойдық қой дейді. Бәрін ыстап өлдіріп жеп қойдық дейді. Қазір аң деген таппаймыз. Сиыр бағады, сиырдың етін анда-санда жеп тұрады. Болмаса бар ғой бәрі, кішкентай антилопа бар, соны тапса жейді. Қоян бар арасында, басқа құстар бар, бір андай аңшылық деген жоқ. Қиын болған екен. Қиын болған екен. Бағанағы біз Ньянгатон тайпасы туралы айтып кеттік. Менің естуімше, олар оңтүстік Суданға жақын орналасқан тайпа, және бағанағы қару-жарақты ең бірінші алғандар сол Ньянгатон тайпасы, және олар қару алғаннан кейін қасында тұрған тайпалардың көбісін бәрін қырып тастаған деген сондай мәліметті оқыдым. Бар сондай. Бар. Сен болдың, көрдің, және осы тайпалардың орналасқан жері Ома өзенінің қасында, және Ома өзені тартылып қалатын кезде су жоқ. Енді су енді ол ең байлық көзі ғой енді сол Африкада, Эфиопияда. Су тартылып қалған кезде бұлар барып соғыс бастап, сол тайпалардың жерін тартып алады, малларын тартып алады, сондай болды. Бірақ қазір ондай бар ма? Қазір жоқ па ондай? Бар, жоқ деп айта алмаймын, бар. Өйткені тайпалар да көбейіп жатыр, мал да көбейіп жатыр, қырып ату деген көбейіп жатыр кәдімгі. Жаңа оңтүстік Суданда азамат соғысы болды, қару көп болды, оны кішкене сатылды. Кімге сатылды? Ньянгатон, шекараға жақын орналасқан тайпа. Және ол оңтүстік Суданда орналасқан басқа тайпаның туысы. Туыстар бір-біріне сатқан. Ондан қару пайда болды. Айналада ауылдардың бәрін қырып, бір-бірімен төбелесіп, атысып, өздеріне көп жер алып алған. Одан кейін қалған операция дейсің. Иә. Қалған тайпалар не істеді? Оларда жаңағы кішкене Суданда туыстары бар. Туыстарымен кездесіп, келісіп, сендер бізге қару сатыңдар деп, оларда қару алған кезде атыс басталды бір-бірімен. Оны мысалға мен айтам, неге өкімет бар ғой? Өкімет бар, неге келіп алып қоймайды деп. Сосын айтам, ана таулда тұрады, ана жерде тұрады, мына жерде тұрады. Қалай алып қойсын анадан? Кәдім атата жоқ болып кетеді. Таппайсың оны. Сосын естуім бойынша үкімет кірісіп кетсе, бұлардың ішіндегі соғыста кіріп кетсе, бәрі жабылады, үкіметке қарсы шығады. Үкіметке төбелесіп кетеді. Сол үшін үкімет айтады, білген істеңдер, не істесіңдер? Қыра беріңдер деп. Қыра беріңдер, бізге бәрібір деп. Мысалға сол тайпалардың ішінде білім қуам дегендер қалаға кете ме? Бар. Сондайлар бар. Қазіргі үлкен кісілер өздерінің ұрпақтарын ойлап көріп жүр ғой. Сол Кенияға жібереді. Айналадағы ауылдар, басқа ауылдарға, қалаларға жіберіп оқытады екен. Ақшасы болмаса да бірдеңе қалып, баласын жібереді. Көріп тұр ғой, тамақ жоқ. Өкімет те ақымақ емес. Өкімет қазір жай үлкен қалаларды жақындатып отыр. Жаңағы ауылдарға жақындатып, ауылдарға айтады, жаңағы тайпаларға айтады, сендер балдарыңды оқуға беріңдер. Біз оқу орын бар, жіберсеңдер болды деп. Жіберетіндер де бар, жібермейтіндер де бар. Сондай. Өте қызықты. Эфиопияда менің естуімше біз күнде ішіп жүрген арабика кофесі. Сол Эфиопияда. Соны көрдім өз көзімен, қалай оны кофені олар қалай тапты? Мысалға басқа мемлекеттерде, Бразилия болсын, басқа жерлерде оны өсіреді әдейі. Ол жақтағы мысалға оларда білім жоқ, ештеңе жоқ. Олар кофені, арабика кофесін қалай ойлап тапқан жоқ, енді қалай тапты? Былай айтып кетейін, Эфиопия деген үлкен мемлекет. Сен айтып кеттің ғой басында, бірнеше федерация бар. Федералды республика. Бірнеше кішкене аймақтар бар. Кішкене дегенде, кішкене деп айта алмаймын, үлкен. Негізі Эфиопия, былай қарасаң, Қазақстанның жартысынан көп. Аймақтары әртүрлі. Мысалға, тайпалардың бәрі оңтүстікте орналасқан аймақта. Ал солтүстікке баратын болсаң, ол жерде кәдімгі дінге кірісіп кеткендер бар. Оларда жаңағы христианство. Негізі христианствоның коп деген
деген тармағы. Иә, сол бар. Коптская церковь дейді. Копт шіркеуі. Сол жерде. Иә. Ал кофе бар жерде, кофе көбінесе жаңағы солтүстік аймақтарда өседі, солтүстік деп айта алмаймын, Сомалиге жақын. Ол теңізге жақын жерде. Теңізге жақын жерде орналасқан аймақтарда. Олар көбінесе мұсылмандар. Мұсылмандар. Сол үшін арабика деген сөз негізі араб деген сөзден келген. Арабтар. Бірінші арабтар, былай картаға қарайтын болсаң, Сауд Аравиясы, Йемен деген мемлекеттер кәдімгі анау Қызыл теңіздің ар жағында тұрады. Жақын. Алыс емес. Таяқтастар жер дейсің ғой. Иә, солар жаңа дінді алып келген кезде сол аймақ мұсылмандар болып кеткен көбінесе. Солардың ішінде, арабтардың ішінде бір 2-3 адам болған екен. Олар жаңағы мал бағып ма? Мал бағып атса, ешкі жаңағы бірдеңе жеп, ұйықтамайды дейді да. Үйге алып келеді, жаңағы бағып алып келеді да. Сонымен үйге келсе жатпайды дейді да, секіре береді дейді тоқтамай. Сосын неге секіреді, неге олай десе, анау ешкі деген кофенің, ол ешкі деген талғы шығып кетеді ғой, білесің. Секіріп талғы шығып кетеді. А кофенің талы бек емес. Талғы шығып, жаңағы ұрықтарын жейді екен. Ұрықтарын жеп, жаңағы секіріп жүреді екен. Соны ойбай, біз неге көрмейік соны дәмін деп, ұрықты ашып, эксперимент түрінде бірінші анау қабығын пісіріп көріпті. Одан кейін жаңағы оның ішіне ұрығы бар екен. Сол ұрықты мысалы кептіріп су қоссақ қалай болады екен деп. Солай кофе дамып кетті сол жерде. Басында кофені жаңағы ыстық сумен әшейін құйып, несімен, қабығымен бәрін бірге қосып істеген. Одан кейін ұрығын алып, кептіріп, езіп, қуырып, су құйып, кәдімгі керемет кофе жасайды. Мен негізі сол жақта болғам, мен бардым ғой. Бізге не істеп берді? Кофем бар ғой, жаңағы менде кәдімгі видео бар түсірген. Кофені жаңағы қуырып, езіп, одан кейін бір ыдысқа құйып, ішіне ыстық су құйып, бір қайнатып болды. Одан кейін бізге құйып берді. Анан ішкен кезде бар ғой, Nescafe Gold бар ғой, дәл соның дәмі. Андай жұмсақ, әше емес. Сүт те қоспаған ғой, кәдімгі ішесің, ана аузыңда кәдімгі жұмсақ дәм шығады. Ұйқың ашылып кетеді. Иісі деген бұрқырап тұр жаңағы. Әдемі күшті иіс болып тұр. Ана ішкен кезде ойлайсың, міне кофе қуырылған кофе, ол қатты болу керек. Ішсең жаңағы бір жерін күйіп, жаңағында бол. Ал басқаша да, ішкен кезде сүт қосылған кофе ішкендей боласың да. Ал бар кофе жоқ, сүт жоқ ішінде. Кәдімгі жұмсақ әдемі. Одан кейін саған жаңағы бірнеше рет құйып береді. Әр құйғанда жаңағы енді босатасың, бір ішесің, ана құмған босайды. Оның үстіне тағы су құйып, тағы қайнатып алады да, тағы бір құйып береді. Екінші порциясы кішкене жұмсақтау болады. Үшіншісі де жұмсақ, одан да жұмсақ болады. Солай 3 порция ішесің. Өте қызық. Өте әдемі. Ішсең керемет. Ең тәтті ішілген кофе сол мемлекетте болды. Күшті. Солай арабика пайда болды. Енді арабиканың отаны көбінесе Эфиопия деп айтады. Бірақ ана кенийстер бар ар жағында. Кенийстер арабика кофесі біздікі деп санайды. Эфиопия біздікі дейді. Оның ішінде Эритреяда біздікі кофе біздікі деп. Әр қайсысы кофе біздікі деп жүре ма? Бірақ енді анау аңыз сияқты ғой бәрібір. Аңыз сияқты, кім біледі? Шынында болуы мүмкін. Осы біздің подкастты енді ақырындап қорытындылайық. Эфиопия еліне бару керек. Эфиопия елінде арабика кофесі шыққан, тайпалардың бір-бірімен қырылысады, автоматтар бар, сиырлардың үстінен жүгіреді. Енді өте қызықты фактілер. Оны енді бір жерде отырған кезде, достармен әңгімелесіп отырған кезде айту енді өте қызықты. Енді осы подкасттың астында бір
адамдар бір жақсы қызықты комментарий жазса, біз оларға қандай сыйлық сізден бере аламыз? Мысалға, Эфиопиядан келген бір зат бар ма, немесе бір өзіңе ұнаған таңдайсың да, маған осы комментарий ұнады, мен сол кісіге сол өзінің бір подаркымды берем деген ой бар ма, жоқ па? Бар. Мен негізі әр мемлекеттен келген кезде өзіммен бірге бірдеңе алып келем. Ұнайтын зат алып келем. Көбінесе мен маска алып келем. Керемет маскаларым бар. Сол бір масканың бір әдемісін таңдап берейін. Құрметті көрермендер, осы подкаст ұнаса, осы подкастқа өздерінің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ең ұнағанын Бахадыр таңдап, сол кісіге жібереді масканы. Сөйтейік. Осы біздің Эфиопия туралы подкастымыз мәресіне жетті. Өте қызықты болды деген үміттемін. Келесі Африка тайпалары туралы, келесі Африка мемлекеттері туралы, елдері туралы келесі подкасттардан көре аласыздар. Рахмет, келесі кездескенше. Келесі кездескенше.